Ассалаумағалейкум, армысыздар, құрметті және қадірменді қазақ елі. Түркістан екі дүние есегі ғой, Түркістан ер түріктің бесігі ғой деп жырлаған Мағжан атамыз тарихы тереңге жайылған осы бір өлкені жырына қосып тамсанғаны тарихтан белгілі. Ал осы тарихи шаһар Түркістанда Қожа Ахмет Яссауи бабамыз жерленген және ол кісіге арналып салынған зәулім кесене барын баршамыз да білетін шығармыз. Бұл мекеннің түбінен үңілсең тарихы өте терең. Өйткені бұл шаһарда қазақтың биі, болыстары мен батырлары, хан бабаларымыз өмір сүрген киелі мекен. Сондықтан болар ата-бабаларымыздың түркі әлеміне Түркістан атын ардан таза етіп танытқан ерліктеріне мен өз басым осы өлкенің тумасы ретінде қатты ризамын. Бірақ қазір қандай? Біздер кешегі өткен ата-бабаларымыздың аманатын ақтап жатырмыз ба? Олардың ар тазалығы мен тән тазалығына деген сүйіспеншілігін бізде асыл ұрпағы ретінде жандандыра алар ма екенбіз? Деген сұрақтар мына менің көкейімді тесердей күнде мені қатты мазалайды, құрметті көрермендер. Иә, мен осы өңірдің тумасымын. Қандай да бір азамат өз туған жері мен туған елінің ілгері жылжып, өркендеуін, тәртіп пен тазалыққа бет бұрып, әділдік аясында өзге елдерден оза шауып көркеюін қаламайды деймісіз? Әрине рас, барлығы дерлік қалайды. Ал астындағы мінген аты топ ішінде, тұяғы сүрінгеннің өзінде намыстан кірерге тесік таппай күй кешетін біздің халық текті елдің ұрпағы екендігі хақ. Иә, көрермендер, емші уақыт зымырап өтіп жатқанда қазіргі таңда осы бір қағиданы бұзып жатқан ұрпақтар арасында тәрбиесі теріс тізбектелген қандастарымыз қазақ еліне қасірет сыйлап жатқан әрекеттерін көз көргенде өзіңді қоярға жер таппайсың. Қысқасы бүгінгі біздің арнада қозғалайын деп отырған мәселе өздеріңізге белгілі ел шулаған Түркістандағы былық, яғни сенімгерлікке өткен ғимараттар мен елдің салты мен дәстүріне өз үлесін қосып жүрген қолөнершілердің жан айқайы. Осы мәселеде 8 желтоқсан 2023 жылы Республикалық Атамекен бизнес арнасында тікелей эфир байланысы болып өткен болатын. Бүгін мен осы эфирді әзірлеуімнің себебі Атамекен арнасында қандай мәселе қозғалды, не айтылды, ел назарына ұсынып, ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырзаға видео үндеу жасау болатын. Бірінші телеарнада айтылған мәселелерге назар салып кетейік, содан кейін әңгімемізді жалғастыратын боламыз. Заң алдында бәрі бірдей деді. Визит-центр ғимараты, бұл визит-центр ғимараты жөнінде айтатын болсақ, бұл жерде аудит кірді, мен президентке ашық хат жаздым. Соның негізінде аудит кірді, сенімгерліктің заңдылықтарының барлығы бұзылған. Біріншіден баланс кімде? Ол теңгерімінде ғимарат. Ғимарат теңгерімінде тұрған адам ғана неге шығару керек? Ал оны экономика теңгерімде тұрған адамдың хабарынсыз өзі шығарып жібереді. Өйткені белгілі бір адам алу керек. Тендер өткізгеннің ішінің бәрі қате. Өйткені сол адамға жұмыс жасаған барлығы. Осының барлығын анықтап бергеннен кейін ғана ғимаратты әлі күнге дейін қайтармай отыр. Облыс әкімі Дархан Сатыбалды мырза 8 ай бұрын ғимаратты туристерге қызмет көрсету орталығына қайтарыңдар, өз бағытында жұмыс жасасын деген. Бірақ қалалық әкімдік оны орындамай отыр, хаттамалық тапсырма берілген. Ең соңында осы визит ғимаратына басқа бізде мемлекетімізде жұмыс жоқтай президент араласты. Президент араласып, ғимаратты өз міндетінде орындасын, жұмыс жасасын деген кезде президенттің де айтқанын істемей 6 айға дейін отырып алды. Қазіргі таңда мекемені алған кәсіпкер ешқандай пайда тапқан жоқпын, мен ешқандай ешнәрсе істеген жоқпын деп мемлекетке ешқандай кіріс бермеген, алдында 70% кірісті беріп отырам деген
кәсіпкер ешқандай көрсеткіш бермеген, бірақ ол жердегі жалдап отқан азаматшалардан, азаматтардың барлығынан қаражат алған, миллиондап алған. Ал оның ішіндегі қазіргі ком услугасын бәрін өкімет тарапынан қайтадан төлеп беріп отыр. Бұл заңсыздықтар жөнінде мен тағы да жаздым, Ген прокуратураға жаздым қазір. Сосын жанында ғимараттар бар, музей бар мысалға. Музейді менің балансымда тұғын. Мен айттым, комиссиямен қабылдау керек, мен ғалыммын. Ол жерде кадастрды шақыру керек, ГЕСКадан шақыру керек, арнайы құрылыстар жөнінде жұмыстар жүргізілген, солардан шақыру керек. 20 адам қоғамдық өкілдерден қатысу керек. Сондай өзі комиссия құрамы бар заң бойынша. Мен заң талаптарымен қабылдап алуды ұсынсам, олар керісінше тез қабылдап, көз жұмып, өткізіп жіберуге не қылып отыр. Жақсы, рахмет. Өткір Амангелдіұлы, көп рахмет. Қазір байланыста. Өзінде 250-дей оқушы оқитын еді. Мектебімізде. 20 шақты шеберіміз болатын еді. 75-дей мынау біздің шығарған бұйымдарды сататын сатушылар бар еді. Олар да кәсіпкер, 75-ін бәрі кәсіпкер еді. Соның бәрін бізде 19 жылы бізге облыс ауысып келді ғой, Түркістан облысы болып. Соған байланысты сол кездегі әкімшілік бізге өтініш жасады. Сіздер 6 айға шыға тұрыңыздар, бізге здание жетпей жатыр, сосын қайтып орындарыңызға келесіздер деді. Бірақ ол созылып кетті. 2021 жылдары мектепті шығарып жіберді. Ол кезде мектеп шығарған кезде бұл жері сүріледі деді. Биопланға байланысты мына жер ашық тұру керек екен, сүріледі деп мектепті басқа жаққа шығарып жіберді. Бірақ ешқандай сүрілген жоқ, басқа біреуге сенімгерлікпен беріп жүрген екен. Содан біз кәсіпкерлер бәріміз мемлекетке кәдімгі шеберлерді жаңағы тіркелген кәсіпкерлікке. Кәсіпкерлік далада жұмыс қазір, қолөнер шеберлері. Сіздерге келген азаматтар қандай уәде береді? Не деп түсіндіреді бұл жағдайды? Не деп түсіндіргенде қазір міне бір жерден здание тауып беріп жатыр. Мына керуенде салынған керуен сарай. Соның ішінен арендаға отыра тұрасыздар деді. Ол жоқ. Алдап келе жатыр күннен күнге бізде. Уақыт созып. Енді қазір бір шеберлер орталық салынып жатыр деп тағы да жуатып жатыр бізді. Оны бірақ бір жеке инвестор салып жатыр. Ол да ертең бізге былайша айтқанда ол отырғыза ма, отырғызбай ма жеке инвестор. Өзімізге бұрынғы су тұрған жер керек. Ол жер нағыз кәдімгі қолөнерге керекті жер ол жер. Келген туристер нағыз шеберлерді көретін жер. Анау бір жерге барып тық қоятын жер емес біз. Қазір ескі жүйенің қаржылық системасы бүгінгі таңда біздің басымызға әңгір таяқ ойнатып отыр. Ертең ұрпақтың мәселесі емес, бүгінгі өзінің мәселесі. Түркі әлемінің көркеюіне, Түркістанды көрсетуге үлес қосып жатқан жоқ. Бұлар жеке мүддесіне, тоқалдарына жұмыс істеп отыр. Әрбір объекті ашшыда болса шындықты мойындауымыз керек, жігіттер. Бұл дүниедегі кетпейді, іштен арқалап кетпейсіңдер. Қожа Ахмет Яссауи мұнарада жатыр айтып кеткен, ей, дүние дей бермегін, ысырат барын байқаңын дейді. Соңында айтады, 4 аяқты ағаш атта, тағанда бір күні жетеді, жиған дүниең арам малың шашылып босқа кетеді дейді. Ағайын, burada бірақ нәрсе, ұлт деген мәселені көтеру керек. Мұнарада жемқорлық ашық кәдімгі бизнес жолына қойылған. Жігіттер қорқат жауап бере алмай отыр. Қазір акиматтың өзі жауап бере алмай отыр. Сосын енді burada мен бірақ нәрсені айтқым келіп отыр осы арада. Мынау бүкіл түркі әлемі Түркістанды қара шаңырағым деп мақтанса, қара шаңырақта қаралы жағдай болып жатыр. Өйткені арын сатқан, жерін сатқан ағаларымыз ертең елін сатудан тайынбайды. Мінекей көрермендер, елдің берекесі тыныштығында, ал тыныштық әділдігінде. Осы орайда Әлихан Бөкейханов атамыз әділдік жоқ жұртта береке бірлік болмайды. Байлықты өнермен, шаруамен, қызметпен іздемей, жұртты тонап, момынды жылатқан мырзалар қыстың күні өңгірде жатып өз аяғын өзі сорған аю тәрізді дейді. Рас, екі тараптың әңгімесін бейбітіммен тыңдасаң, бір шикіліктің иісі танауды келіп тұрып тұрғандай. Әрине, дана халқым ел болам десең бесігіңді түзе деп бастаған әрбір ісі бізге үлгі, ұрпаққа өнеге. Сондықтан осы бір қозғалған үлкен мәселе қоғам қасіретін дертіне айналдырмай, дер кезінде
түгелдей дерлік терең тексеру керектігі осы видеода айтқым келіп отыр. Құрметті ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырза, Түркістандағы осы бір қозғалған мәселе бүкіл қазақ елін өз назарына қаратқан қазіргі таңдағы тарихи оқиға болып тұр. Сізден сұрайтынымыз осындай киелі мекен, рухани астана, түркі әлемінің ордасы Түркістан қаласын түгелдей түбегейлі тексерулеріңізді сұраймыз. Өйткені бұл қала рухани таза, әділеттілігі мен мәдени құндылығын негізге алған басшылық құраммен еліміздің өзге өлкелеріне үлгі боларлықтай қадам жасауымыз керек деп ойлаймын. Сондықтан жаңа Қазақстанның жарқын жетістігінің көрсеткіші осы киелі мекен Түркістаннан бастау алса екен дейміз. Құрметті ел ордамыздағы жауапты басшылар және ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырза, біз, яғни Түркістандағы бір топ қоғамдық бірлестіктер мен ел жанашырларының сізбен бірге сіздің жолдауыңыздағы сөздеріңізді негізге ала отырып, заң аясында жаңа Қазақстанның іргесін осы орайда өзіңізбен бірге құрғымыз келетіндігін айтқымыз келеді. Өзіңізді біздің үнімізге құлақ асады деген үміттеміз. Көрермендер, сіздер де осы үндеуге қосылам десеңіздер, бармақ белгісін басып жіберсеңіздер, және пікір алаңына өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Біздің эфир өз соңына да келіп жетті ағайындар. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Әрқашан жұрт тыныш, ел аман болсын. Жемқорлықпен күресте жеңісті күндерде жолыққанша күн жақсы болсын ағайын. Рахмет сіздерге.